Қазақстан халқының саны 20 миллионнан асады. Азаматтардың 82%-дан астамы, шамамен 17 миллион тұрғын мәмс жүйесінде сақтандырылған. 12 миллионнан астам адам жеңілдік санатына кіреді. Олар балалар, студенттер, жүкті әйелдер, зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар және басқалар. Тұрақты түрде аударым жасап, жарна төлейтін азаматтар саны 4,5 миллион. Ал 3,5 миллионнан астам адам сақтандырылмаған. Олар әлі де мәмс жүйесінен тыс қалып отыр. Цифрлық отбасы картасының деректері бойынша, осының ішіндегі шамамен 1 миллион адамның жарна төлеуге мүмкіндігі жоқ. Олар әлеуметтік жағдайы дағдарыстық және шұғыл деңгейдегі тұрғындар. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бұл азаматтар үшін мәмс жарналарын жергілікті атқарушы органдар төлейді. Осылайша оларға сақтандырылған мәртебесі беріліп, мәмс аясында қажетті медициналық көмек ала алады. Бұдан бөлек, жергілікті бюджет есебінен ресми тіркелген жұмыссыздар үшін жарна төленеді. Бұған дейін бұл төлемдер республикалық бюджеттен түсіп келді. Д немесе Е санаттарына кімдер кіреді және 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап оларға сақтандырылған мәртебесі қалай беріледі деген сауалдарға жауап алу үшін өзіңіз тіркелген емханаға жүгініңіз. Мәмс жүйесіндегі мәртебені ыңғайлы құралдардан тексеруге болады. Сақтандырылған азаматтар үшін диагностика, дәрігерлердің кеңесі, жоспарлы операциялар, емдеу және оңалту қызметтері мәмс аясында тегін көрсетілетінін есте сақтаңыздар. Медициналық көмек алу үшін тұрғылықты жеріңіз бойынша емханаға тіркелу қажет.